Әлқисса Айбас құл сол кеткеннен мол кетті. Бақа айғыр жолдың апшысын қуырып еркін есілді. Артта көгорайлы мекен, аққуы жүзген көл, қыраны қалықтаған жазира дала, сусыз шөл қалып жатты. Талай рет күн шығып, талай рет күн батты. Талай рет таң атып, талай рет түн басты. Қалай дегенде де туған жерінің шыққан әр тал шөбін туған төрт аяқты малын танитын Айбас бөтен ел бөгде жерде жолдан адасты. Ғаріп жанын қозы мен баянның махаббатына арнаған Айбас ітішпестің жонынан бақа айғырдың басын қоя бергеннен көп уақыт өткен соң атқа шыдау оңай ма? Бір кездері қалжырап, қалың орман, ну ағашқа тап болды. Саялы көлеңкеде, ай батырым, жол ұзақ. Мен сияқты саф ауала, салқын самалды, көгорай шалғынды, шыбынсыз жер таба алмайсың. Астыңдағы атыңда төрт аяқты жануар, жүрісі аяғында болса да жаны, күші шүйгін шөбінде екенін бір уақыт оқ, деп тұрғандай көрінді. Содан мол ұйықтады, тұяқ серіппеді. Сөйтіп біраз уақыт өткенде, ұйқысынан селк етіп оянып, өзінің сонау арқаны іздеп, алысқа сапар шеккені есіне түскенде, бақа айғырға қайта қонды. Асыққанның ісі шала деген сөйтіп жүріп әлгі тоғайда баянның жарына көрсет деп берген домбырасы мен моншағы ұмытылып қалған еді. Өкінгенмен қайтып орнына келтіре алмайсың. Жылдар жылжып, айлар сырғып, апталар аршындап, күндер өткенде осы маңай домбыралы моншақты деген аталды. Сүйіспеншіліктің бір белгісіндей ел құрметтеген жер атанып, ұрпақтан ұрпаққа өшпес мұра болып қалды. Сол кеткеннен Айбас ер мол кетті. Бақа айғырда екпінінен таймай, ұшқан құсты оздырмады. Асу белді, шалқар айна көлді, артқа тастап, желде есті. Көз алдында талай орман көшті, талай бел тау болып өсті. Ұзақ жылдың ұсақ түйек кемшін тұсы көп демекші, баян сұлудың қозы мен айнымас махаббаты үшін ғаріп жанын отқа салған Айбас бай қызының алтын сандығын түсіріп алды. Өкінгенмен не пайда? Ары қарай бақа айғырдың басын қоя берді. Халық айтса, қалт айтпайды, қадірімен айтады. Сандық түскен жер ел құрметіне бөленген Ақшатау деген мекенге айналды. Туған елге деген сағыныш, қозыға қыздың сәлемін жеткіземін деген ынта ықыласын Айбасқа дегбір таптырмады. Тұлпар кейде екпін алып, кейде бір саябырлай шапқан кезінде ғаріп жанын баян сұлу үшін отқа салған. Айбас қыздың берген ақ жамшысын түсіріп алды. Бұл жер тоқырауын еді. Кейінде жамшы болып аталды. Қазақтың жер жаннаты болып Жетісу атанса, 80 көлді Көкшетау жан саясы. Ал Қарқаралы шайтан көлі мен ел айнасы. Адасып келе жатқан бір сәт қалың орманды, шынар өскен таулы жерге жақындағанда, жердің әсемдігіне таң қалып, аузын ашып жүріп, баянның қарқарасынан айрылып қалды. Мейлі, дүние мүлік сый сияпат, қозыға жеткізсем бәрі садаға деп, ат басын қайта жіберді. Бақа айғыр қойынды ұшты. Сөйтіп басынан бұлт кетпейтін Қарқаралы деген жаңа мекен пайда болды. Айбас әбден шаршады. Көрінген таудың алысы жоқ, дейді дана қазақ. Үлкенінің айтқаны кішісі үшін жатталып қалған заң, орындалатын міндет. Айбас тауды көргенде осы бір мезіретте сөзді еске алып, қайткенде де тауға жетіп қонуға бел байлады. Оның үстінде бақа айғырдың да демалуы шарт еді. Еңкейгенде көл көрінетін, шалқайған бұлт жауын себезгілейтін мұндай жер құндызын Айбас ер бұрын соңда көрмеген еді.
Тек көнекөз қариялардың әңгімесінен естіп, аузының суы құрып, шіркін-ау, сондай мекенді бір көрер күн болар ма екен, деп армандайтын еді. Сол күні сәрсенбінің сәтінде арманы орындалды. Қос аяқты көсіп тастап, көк шалғынға жантайды. Көңілі марқайды. Тіпті көрген бейнетін де ұмытып үлгерді. Таудың сұлулығында шек жоқ. Қызда Баян, ал тауда мына тау сұлу екен. Баянның туған жері де өзіне тартыпты, деп таңданды. Сөйтті де биік белеңге көтеріліп, сенің атың Баянауыл, Баянауыл, Баянауыл деп 3 рет дауыстады Айбас. Қазіргі күнде тау маңынан өткенде осы бір үн естіліп тұрмаса, не қылсын? Айбас Баянауылмен қимай қоштасты. Тағдырым қосса саған әлі келемін, деп жолға түсті. Алыстан жарқыраған айнадай ирелең деген әлденені көріп, алғашқыда ғажайып жылан ба деп шошып та қалды. Жақындап келгенде Есіл Нұра деген өзен екенін көзі көрді. Бақа айғыр жануар Баянның бауырындай жайылғаны сеп болды ма, кім білсін. Бір таудың баурайына жеткенде белі ісіп, арқасы жауыр болды. Жол азабы қиын-ақ. Кішкентай күнінен ел есігінде жүріп, мал мен малдай болып өскен жігіт мінісін дамылдатып, көк шалғанға жайып, өзі білетін емін жасап бақты. Ара-арасында шайын қайнатып ішіп, Баян сұлу дайындап берген етін асып, мінісінің үстінде болды. Сөйтіп сынаптай сырғып 3 күн өткенде, бақа айғыр арқасының жазылып, тоқым тартып, ерттеуге дайын екендігін білдіргендей кісінеп алды. Ат ер қанаты, жылқы қазақтың ішсе қымызы, жесе еті, шапса тұлпары, жексе көлігі. Жылқысы бар қазақ шынымен бақытты шығар. Сондықтан да қазақтың батырлары хан тағына мінген тұлпарын айырбастамаған болар, деп түйді Айбас ішінен. Сөйтті де тау басына қарап тұрып, оның бұғы мүйізіне ұқсаған құздарын көріп, шіркін-ай, бір ойым іске асса ғой. Жылқы аунаған жерде түк қалады демекші, менің бақа айғырым таудай емес пе? Осы таудың атын жауыр бұғы деп қойсақ, деп армандады. Арман іске асты. Сол таудың атын Айбас қойғанын біреу біліп, біреу білмес. Тыңайып алған бақа айғыр тауға да өргеде салса аршынды екенін байқатты. Белі жазылып, алыстан көрінген көп белді, суы жоқ шөлді артқа тастап, желмен жарысқанын қоймады. Айбас қайткен күнде арқадағы қозы көрпешке жетуді ойлады. Қыз сәлемін табыстау оның міндеті екенін қайта бүйірін түрткілеп қоймады. Күн арқан бойы көтеріле, аққу бұлттар қиырға қарай жөңкіліп, кемпір түткен шудадай желкілдеп, нұрлы табақша дөңгеленіп, түрлі түсті шеңбермен қоршалды. Осы сәтте Айбас ойда жоқта сонау етекте оймақтай боп ағырып, жайылған қой отарын көріп қалды. Елге жақындадым, деп күбірледі ішінен. Иә, сәт, көздегенімді жолықтыр. Бұл мекен шу мен таластың түгін тартса, қазына ақтарылатын шалғынды алабы еді. Түнгі көрінген от алдамшы, ал мына көрініс Айбасты алдамаса керек. Тізгін мен алысқан бақа айғыр көбігі бұрқырап жайылған мал шетіне алып жетті. Айбас жұлқынып тұрған ат үстінен тұрып, «Ау ағайын, бұл қай ауылдың қойы?» деп дауыстап қалды. «Баққаным Сарыбай байдың малы. Мен танымай тұрсың ба?» «Айбас аға», деді қойшы бала. Сөзінің соңы өксік аралас шықты. Құлаққа жылы тиетін жағымды да таныс үн. Бақа айғырдан қарғып түсіп еді, қойшы бала таяғын тастай беріп өзіне ұмтылды. «Бауырым-ау, ағам-ау», деп көрісті қойшы.
Өзінің кенже інісі Қондыбай қайта-қайта қарғыштап, өз көзіне өзі сенбейтін сияқты. Дүниеде бір-бірінен қилы тағдырмен айрылысып, бірін-бірі сағынып, көрінген салт аттыны туысқанына балап, елең етіп өмір кешкеннің қиынын-ай. Енді сол сағыныш иесімен табысып, өткен кеткенді айтысып, бір-біріне қарасып отырғанның өзі бір ғанибет қой. Ағалы інілі екеуі жан жарақат көріп, бейнеті мен қайғысын ұмытып кеткен бір сәт. Көңілі көңшіген Айбасшын қуанышын еді. Туған жеріне жетіп, туған інісімен көріскенге не жетсін. Бақа айғырға қарғып мініп, салдыртып Сарыбай ауылына жетті. Сырттан қонақ келсе, бай ауылында әудем жердегі белағашқа ат байлап, жаяу келуі міндет. Көзін көлегейлеп қараған Мамабике жалым-жұлым киінген ұршақтай ғана жігітті анық танымады. Жүрісі тұрысы біреуге ұқсайтындай. Тізесін табалдырыққа бүгіп, қолын кеудесіне апарып, басын иген Айбас үйге енгенде Мамабике күтіп отырған қалпы. Ау, сәлемші жігіт, бұл жерден тұрсам отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын. Қартайдық, қайғы ойладық. Атың жарау, түрің жүдеу, бір бала екенсің. Үнің жақын, жүзің жылы, жыға танымадым, деді. Шындығында да адамдар бір-біріне жасаған зауалының ертеңгі күнгі нәтижесіне бір уақыт көз салып, бір қараса ғой, әттең. Күйеуі Сарыбайдың үш ұйықтаса айрыламын деп ойлап па еді. Қайғы жамылып, көкірегіне шер толғанған өмірге келген қозысын медеу тұтып жанын жұбатқан. Алайда Қарабай қасіреттің қара дауылының соқтырып, төс қағыстырып құда болған Сарыбайдың өліміне де келмей, жетім балаға қызымды бермеймін деп, Алатау асып көшіп жатса не дерсің? Отауы ортасында түспегенне тәубе. Жазықсыз да, жапа шектіргендер де Құдайдан көреді. Әлі де азабын тартар деп, әліптің артын бағуда. Алайда қасіреттің қамшысының ізіндей жүзі әжімге толып кеткеніне уақыттың сарапшы болатыны белгілі жайт. Айбас Мамабикеге қарап жылы күлімсіреді. Апатай, мен бұрын мұнда келіп пе ем, жаз күнімде жүзімді көріп пе едің, деп әзілге балап сұрады. Мамабике басын шайқады. Сарыбай мен Қарабай құдай еді. Қарғыбауға бір құлды теліп еді. Қарабайға жетектетіп қоя берген. Апамыздың діні неткен берік еді, деп зулатты Айбас өлеңдетіп. Мамабике Айбасты құшақтап, маңдайынан сүйіп, бауырына басты. Көңілі тасыды. Менің қолымнан ондай келмеді. Қозың ол кезде жап-жас, өркөкірек Қарабаймен тіресетіндей теңбе еді, деп дауысы дірілдеп, көңілі босады. Жөн жосық сұрап, баян келінінен қуанышты хабар естіген соң, асқамдай беріп, Айбасқа бұрылды. Қарабайдан құтылыпсың, мың тәубе. Қозыға көрінгенде танымаған түр танытып, келген кеткеніңді айтып қойма. Көкірегіне сұлуын ойлап, сәуле түсіп кетер. Онан соң басымды анда-мұнда соққызып, салып жүрер әуре, деді Мамабике. Айбас басын ізеп, әліптің артын бақты. Егер қозы баянын іздеп алысқа кетсе, Мамабике тірі өлік болып зарлап қалар деп қорықты. Қалай дегенде де кеше ғана көз алдында құлдыраңдап өскен баланы көруге ынтық еді. Бақа айғырды жетектетіп барып, әлде бір тасша баламен асық ойнап, бәсекеге түскен қозыны сыртынан көрді де, қызықтап біраз тұрды. Алтын сақамен ақтанан түсіріп, мергендігі мен тасшаның барлық асығын ұтып алды. Қызыл кеңірдек боп дауға да бармады. Кәдімгідей қайратты жігіт болып өсіп келе жатқаны сырт көзге байқалып, қараған адам сүйсіңкіреліп екен. Тфә тілім тасқа, деп Айбас жерге түкірді. Осы бір сәтте ойламаған оқыс іс болды. Ашық алаңда тасша мен асығып бөлісіп жатқан қозы бейсауат адамға сәл көз салып, ағатай,
Айбаспысың деп дауыс салып тұра жүгірді. Бас салып, құшақтап алып, әрі-бері айналдырып алып, Айбас-ау, жүрген жерің той мереке ме? Мінген айғырыңның ыршығын тұрғы соны танытқандай. Құдай қосқан жарымнан қозы көрпешті қуантқандай хабар бар ма? Деп сұраққа алды. Айбас мылқау адамдай үндемей құтылды. Бақа айғырға мінген бойда бет ауған жаққа шаба жөнелді. Балаң жігіт Айбас құлдың бұл әрекетіне қатты ашуланды. Тілі байланып қалса, әлде не деп ымдамаушы еді. Бұл қайқылығы, кетсең қараң өшсін, деп қарғанды ол. Осы сәттегі Айбастың да жайы белгілі еді. Екі таудың ортасында қалған шыбындай есі шығып бара жатты. Бір жол бар алыс, алыс да болса жақын. Бір жол бар жақын, жақын да болса алыс. Бұлай жүрсем арба сынады, олай жүрсем өгіз өледінің кері. Баянның сәлемін жеткізудің міндет етіп, қодардан қашып, сонау айшылық алыс жерден азып тозып зорға жеткенде, мама бекенің жалғызымды шырылдатпа деп жалынғаны анау. Ал сәл кешіксем, қодардың баян сұлуды аламын деп, өктем түсуі әбден мүмкін. Мал десе жанын құрбан ететін Қарабай қодарға жақ. Сөйтіп жүріп, баян мен қозының арасын ажыратып алсам, екі боздақ мені кешеме? Кеудемде жаным тіріде жетер ем ғой, жан жарымға көруге. Қыз сәлемін қолыма неге ұстатпадың? Деп қозы салар қиғылықты. Ал баян қодарға жар болғанша жардан құлап өлейіндер, өзін өзі құрбан етсе не дерсің? Айбастың басы қатты. Бұл екі ортада ашудың тұлпарына мініп, тізгінін жіберген Сарыбайдың ерке баласы қозы ауылдың құл атаулысына 3 түйе сексеуілді әкеліп бір жерге үйірді. Маңайдағы тіс қаққан шебер ұсталарының бәрін жидырды. Үйеме көмірді жағып бір істі тындырды. Бай баласының осындай еркелігіне қанық ауыл жұрт келесі сәтті күтіп, ұсталар хабары білдірді. Қозының бұйрығы бойынша ұсталар сом темірден садақ жасады. Боз бала адырна тартып, жебе атып, көңілдегі ашуын басатты. Қапелімді өрмек тоқып отырған кемпірдің өрмегін шатастырып, бір теріс қылық жасады. Екеуі сөзге келіп, керісіп қалып, қозы, бай баласы, балалығы ғой, кемпірдің үйін бұл ауылдан көшіріп жібермекке әрекет жасады. Ай балам, ақ сөзді әулие аған айтушы еді. Ақылы жоқ, сен сияқты тентек бала не десін? Жаман кемпірді көшіріп жібермек болып, тұлданғанша сонау алыстағы сұлу жарыңды тауып алсаңшы, деді. Қозы тосын сөзге таңдана қарап, кемпірге жалына бастады. Айналайын апажан, тентектігім болса айып етпе. Үлкен адам жас адамның қателігін кешуге міндетті. Құдайымның ниеті сол. Естуімде сенің сүйген жарың бар дейді. Өте сұлу, биязы, сыпайы жан дейді. Сәбиімде екеумізді атастырып, бір бесікке бөлемекте болыпты. Аяқ асты тағдырдың тезімен жақындастырмай қойыпты. Өрмегіңді де жөндеп беремін. Үйіңе де тиіспеймін. Апажан, айтқаныңның бәріне көнемін. Ол кім? Айтшы, апатай, деп қозы жалынды. Баламай, ашу дұшпан, ақыл дос. Ғашықсыз өмірдің бәрі бос. Сенің әкең Сарыбай, еліне елеулі жұрттың көңілі толған халқына қалаулы жан болған. Жақсы Құдайға да керек дейді. Сен туда деп естіп, ауылға қуанып шауып келе жатқанда аттан жығылып опат болды. Әкең Сарыбай, Қарабай дегенмен аң аулап жүріп дос атаныпты. Төс қағыстырып құда болайық деп жанындағы дос жаранын бата алған екен. Сенің жарың Баян Қарабайдың қызы, ен дүниенің ең сұлуы. Соны неге іздеп тауып алмайсың, қозы батыр? Мені көшіріп нең барау жазған, деді кемпір әңгімесінің аяғын намысқа тиер мақаммен аяқтап.